Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Бүгін әліпби сабағының екінші сабағын бастаймыз. Алдымен әдеттегідей артикуляциялық жаттығулар жасап, тілімізді жаттықтырып алайық. Қане, бірге жасаймыз. Шарбақ жаттығуын көрсетеміз. Барлық тісімізді көрсетіп, жымиямыз. 10-ға дейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша. Тәтті тосап деген жаттығу варенье. Ернімізге жағылып қалған кезде не істейміз? Жалаймыз, е? Үстіңгі ернімізден, астыңғы ернімізден, бес-бестен үстіңгі ерін. Оңға қарай 5 рет, солға қарай, енді солға қарай. Ерніміздегі тосапты үстіп жалап аламыз тілімізбен. Тамаша. Саңырау құлақ деген жаттығу. Тілімізді жалпақ етіп, таңдайымызға жабыстырып тұрамыз. 10-ға дейін санаймын. 10-ға дейін жабыстырып тұрасың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Тамаша, балалар. Бүгін біз қандай әріп өтеміз? Қараңдаршы. Зымыран, радио дегенде. Дұрыс айтасыңдар. Р дыбыс екен. Р. Қане айтып көрейік. Р. Дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па? Дауыссыз дыбыс екен, өйткені кедергіге ұшырайды екен. Р. Әндете алмаймыз, соза алмаймыз. Бұл Р дыбысын біз көкпен бояймыз. Ал қазір бірге мына сөздерді, Р дыбысы бар сөздерді бірге қайталаймыз. Р әрпі. Р әріпі. Раушан гүл. Раушан гүл. Арба. Арба. Қарға. Қарға. Қырғауыл. Қырғауыл. Ара. Ара. Арқар. Арқар. Сиқыршы. Сиқыршы. Ара. Ара. Радио. Радио. Жақсы, балалар. Енді мына суреттегі қараңдар. Раушан, робот. Осы сөздерде Р дыбысы қай жерінде кездесіп тұр, балалар? Сөздің басында кездесіп тұр, е? Ал мұнда қараңдар, қайталайық. Ара, қарлығаш, қарға сөздерінде Р дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Анар, сиыр, қияр дегенде сөздің аяғында келіп тұр. Демек, Р дыбысы сөздің басында да, ортасында да, аяғында да келеді екен. Ал балалар, біз кеше қандай әріппен таныстық? А дыбысы және әріпмен таныстық, е? А дыбысын мен таныстық. А әрпін жазып үйрендік. Ал енді бүгін сендермен Р әрпін мен танысып отырмыз. Қазір екі әріпті қосып оқып үйренеміз.
аны созамыз, р-ға қосамыз. Адан кейін р тұр. Ар деп оқимыз. Ар. Ар деген сөз шықты, иә? Келесі. Р дыбысына а дыбысын қосамыз. Р-ны соза алмаймыз, а-ны созамыз. Ра. Ра деп оқимыз. Ра буыны шықты. Келесі. Раға а-ны қосамыз. А-ра. А-ра деген сөз шықты. Ара. Қайталаймыз. А-ны созып р-ға қосамыз. Ар. Басқа бөтен әріп жоқ, балалар. Ра. Р-а. Ра деп оқымаймыз. Жеке-жеке оқымаймыз. Қарап аласыңдар, р-дан кейін а тұрма. Ра деп оқимыз. Басқа бөтен әріпті қоспаймыз ортаға. Ра. Екі әріпті көріп тұрмыз ба? Екі әріпті қосып оқимыз. Ра. А-ра. А деп созып келеміз да, р-ға аны қосамыз. Ра. А-ра болады. Ара. Ал бұл буындарды, сөздерді бірнеше рет оқып қайталап жаттығыңдар, балалар. Біз бүгін енді дыбыстық талдау жасаймыз дедік, иә? Дыбыстық талдау. Енді бұдан былай өздерің жазып қоятын боласыңдар. Біз а дыбысын өттік және р дыбысын өттік. Ал енді ол робот дегенде біз ең бірінші р әрпі. Р-дан басталады екен. Робот. Ара дегенде біз а дыбысын өттік, білеміз. А-ны жазамыз. Ар. А. Қане бірге жазайық. Ара. Шар дегенде ш дыбысын өткен жоқ. Біз рет жазбай қоямыз. А-ны білеміз. Ша. Бірінші әріп ш, екінші әріп а, одан кейін р. Шар. Ал енді бұларды тиісті бояумен бояймыз, балалар. Р астындағы дөңгелекті қандаймен бояймыз? Р-ның астындағы. Иә, дұрыс айтасыңдар. Көкпен бояймыз. Өйткені бұл дауыссыз дыбыс деді. Р дауыссыз дыбыс, сондықтан көкпен бояймыз. Бүйтіп бояңдар. Сызықтан шықпай. Тағы да мұнда ара дегендегі р дауыссыз дыбыс, бояймыз. Шар дегенде сөздің соңында келіп тұр. Робот дегенде сөздің басында келіп тұр. Ара сөзінде сөздің ортасында, шар сөзінде сөздің аяғында келіп тұр. Ал енді, балалар, а дыбысын қандаймен бояймыз? Қызылмен бояйды екенбіз. Өйткені ол дауысты дыбыс, е? Дауысты дыбыстарды біз қызылмен бояймыз. Қане бірге орындадық па, балалар? Келесі, біз бүгін сендермен жаңылтпаш жаттаймыз. Жаңылтпаш. Балаларға жаңылтпаш жаттау өте пайдалы, балалар. Тілдерің жаттығады, есте сақтау қабілеттерің дамиды. Сондықтан, балалар, жаңылтпашты қатесіз, дұрыс айтуға тырысу керек. Аузымызды ашып, әріптерді, дыбыстарды қатесіз айтамыз. Торта қойдым, орта қойдым, орта қойдым, жорта қойдым. Жаңылтпашты, балалар, біз тез айтуымыз керек. Торта қойдым, орта қойдым, орта қойдым, жорта қойдым. Қане бірге жаттайық. Торта қойдым, орта қойдым, орта қойдым, жорта қойдым. Торта қойдым, орта қойдым, орта қойдым, жорта қойдым.
қиын емес балалар, е? Сен сияқты балалар жаттап алады, сендер сияқты балаларға арналған жаңылтпаш екен. Сондықтан қатесіз жаттаймыз, анық айтамыз сөздерді. Ал енді біз Р дыбысының әрпімен танысамыз, қалай жазылуын мұқият есімізге сақтап аламыз алдымен. Балалар, Р дыбысының бас әрібі 2 элементтен тұрады екен, бір таяқша және қалпақшадан. Кеше А дыбысын біз төменнен жоғары жазсақ, енді бүгін жоғарыдан төмен қарай сызық түсіреді екенбіз. Қазір бірге жазып үйренетін боламыз. Жоғарыдан үлкен сызықтың ортасынан нүкте қойып, көлбеу таяқша түсіреміз. Астыңғы сызыққа жете бере доға жасаймыз солға қарай. Одан кейін солдан оңға қарай қалпақша кигіземіз. Кіші әрібі 2 элементтен тұрады екен бұлда. Кішкентай жолдың ішіне жазамыз. Кішкентай жолдан астыңғы сызыққа Р дыбысының таяқшасы өткізіп барып жазамыз. Тек ішіне ғана емес. Екінші элементі ортадан доғал жасаймыз оңға қарай. Жоғарғы сызығына тигізіп және астыңғы сызығына тигізіп. Қазір бірге жазып үйренеміз. Р әрпі балалар. Кішкентай сызықтың ішіне үстіңгі сызығына тигізіп нүкте қоямыз. Одан кішкентай сызықтан асырып астыңғы үлкен сызықтың ортасына дейін апарамыз. Тік таяқшамызды. Одан кейін ортадан оңға қарай үстіңгі сызыққа тигіземіз. Астыңғы сызыққа тигізіп доғал жасаймыз. Қане бірге жасап көрейік. Қиғаш таяқша түсіреміз. Астыңғы жолдың ортасына дейін. Ортадан жоғары және төмен. Қиғаштау. Қане. Таяқша. Доға. Доға. Осы сызықтардың барлығын жазып шығыңдар. Ал енді үлкен әрібін біз жоғарыдан үстіңгі үлкен сызықтың ортасынан бастаймыз балалар. Қиғаштау. Доға жасаймыз және солдан оңға қарай қалпақша кигіземіз. Қане өзіміз жазайық. Таяқша. Қалпақша. Таяқша. Қалпақша. Барлық жолды түгел жазып шығамыз балалар, қолымызды үйретеміз. Бұл Р әрпінің жазбаша түрі. Мына соңғы жолға үлкен әрбін бұл үлкен әріпке әріпті қалай жалғаймыз? Міне астынан мынандай сызық шығарамыз. Кіші әріпті жазамыз. Тағы да үлкен әріпті жазамыз. Қалпақшасын кигіземіз және астыңғы сызықтан мынандай сызық шығарамыз. Р әрпінің үлкен әрпін және кіші әрпін қолыстастырып қосып жаздық. Осылай жазып үйренейік. Келесі балалар, енді біз сөздік диктант жазып үйренуіміз керек. Біз А дыбысын, бүгін Р дыбысын өтіп отырмыз. Енді осы екі әріпті қалай қосып жазамыз балалар?
Алдымен аны жазайық. А. Оған рны қосамыз, балалар, қараңдар. Ар. Тағы да қараңдар. Алдымен аны жазып аламыз. Қолымызды үзбейміз. Үстіңгі сызыққа апарамыз. Таяқша түсіреміз. Ортаңғы сызықтан рының жалғасын жазамыз. Осы жолды толтырып ар деп жазып шығыңдар. Енді керісінше ра деп жазайық. Алдымен рны жазамыз. Одан кейін аны қосып жазамыз. Алдымен р жазамыз. Бүгін балалар қалай қосып жазылатынын көрсетіп отырмын. Бұдан кейін мен айтып тұрам, өздерің қосып жазатын боласыңдар. Енді ара деп жазып көрейік қане. Алдымен ара дегенде а дыбысын естіп тұрмыз. Адан кейін ар. Р дыбысын естіп тұрмыз. Ар болды. Енді ара дегенде соңғы а мен аяқталып тұр. Ара. Ара деген сөз шықты. Қане, өздерің іштен қайталап отырып жазыңдар. Осы жолда аяғына дейін жазып шығыңдар. Ара. Әдемі етіп жазамыз, балалар. Сызықтан шықпаймыз, боямаймыз. Ал енді сурет. Раушан гүлі қандай болады, балалар? Раушан гүлі, мен қызыл раушан гүлін жақсы көремін. Сары раушан гүлі болады, балалар, е? Күлгін раушан гүлі болады. Ал мен қызылмен бояймын. Мен мынау қызыл түс. Қызыл түспен раушан гүлді бүйтіп бояп шығасыңдар. Жапырағы әдеттегідей жасыл болады, балалар, е? Жасыл болады. Ал сабағын қою жасыл етейік. Мынандай қою жасыл болады. Түгел бояп шығыңдар. Мынау жапырақтары да жасыл болады, балалар. Мынаусы, мынаны, жағында жасылмен бояп шығыңдар. Ал р дыбысымызды қандаймен бояймыз? Көкпен бояймыз, өйткені ол дауыссыз дыбыс. Қане, өздерің бояп отырыңдар. Әдеттегідей біз сендермен қазір ертегі тыңдаймыз. Суреттеріңді бояп отырып, ертегі тыңдап отырсаңдар болады, балалар. Бүгінгі ертегіміздің аты Үйшік деп аталады. Мұқият тыңдаңдар, балалар. Қандай кейіпкерлер болады екен, естеріңде сақтап отырыңдар. Ерте-ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде, орман ішінде кішкентай үйшік тұрыпты. Бір күн әлгі үйшікке дән іздеген тышқан келіпті. Тоқ, көп кішкентай мына үйшікте кім тұрады, дейді. Ешкім үндемеген соң, тышқан үйдің ішіне кіріп, жалғыз өзі тұра бастайды. Бір күні терезеден қарап отырса, секіріп, бақылдауық бақа келе жатыр. Бақа: бақ, көп кішкентай, мына үйшікте кім тұрады? Мен шиқылдауық тышқанмын. Ал сен кімсің? Мен бақылдауық бақамын. Кел, менімен бірге тұр, деп тышқан үйге шақырады. Жарайды деп, секіріп, бақа үйге кіріп кетеді. Бір күні аяңдап басып қоян келген екен. Қоян: көп кішкентай сүп-сүйкімді мына үйшікте кім тұрады? Дейді. Мен шиқылдауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Ал сен кімсің?
мен қорқақ қоянмын. Кел, бізбен бірге тұр, деп бақай үйге шақырады. Жарайды деп тышқан секіріп үйге кіріп кетеді. Бір күні түлкі әшек әпке келеді. Тоқ, көп кішкентай мына үйшікте кім тұрады, деп майысады. Есікті қағады. Бір уақытта тышқан: мен шиқылдауық тышқанмын, мен бақылдауық бақамын, мен қорқақ қоянмын, ал сен кімсің? Мен түлкішек әпкемін. Кел, бірге тұрайық, деп қоян үйге шақырады. Жарайды деп түлкі майысып үйге үйшікке кіріп кетіпті. Бір күні сор қасқыр келіп: көп кішкентай сүйкімді мына үйшікте кім тұрады, деді. Мен шиқылдауық тышқанмын, мен бақылдауық бақамын, мен қорқақ қоянмын, мен түлкішек әпкемін, ал сен кімсің, деді. Мен сор қасқырмын. Кел, бірге тұр бізбен бірге, дейді. Жарайды, тұрсам тұрайын, деп қасқыр үйге кіріп кетеді. Барлығы бірге тұра бастайды. Аңдардың барлығы үйшікте тату-тәтті тұрады. Барлығы бірге тамақ пісіреді, гүл өсіреді, қасқыр балық аулап әкеледі. Олар ән айтып, би билейді. Бір күні орманда жүрген аю аңдардың дауысын естіп келеді. Ақырын басып, аю келіп есікті қағады. Көп кішкентай сүйкімді мына үйшікте кім тұрады? Тышқан: мен шиқылдауық тышқанмын, мен бақылдауық бақамын, мен қорқақ қоянмын, мен түлкішек әпкемін, мен сор қасқырмын, ал сен кімсің? Мен қорбаңдаған аюмын. Кел, бізбен бірге тұр, деп қасқыр үйге шақырады. Жарайды деп аю үйге кірмекші болады. Бірақ қанша тырысса да аю денесі кірсе де басы кірмей қалады. Ол: енді қайттым, деп, ендеше мен шатырға шығып тұрайын, деді. Тышқан айтады: сен бізді шатырымызды сындырасың ғой. Жоқ, мен сындырмаймын, қане шатырға шығайын, деп аю ақырындап басып шатырға шығады. Аю шатырға шыққанда үйшік ақырындап қозғала бастайды. Аңдар болса қашып үйшіктен шығып үлгереді. Үйшіктің барлығы тоқ қалмай сынып қалады. Барлығы шиқылдауық тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, түлкішек әпке, сұр қасқыр және қорбаңдаған аю бәріміз енді бірігіп үйшік жасап алайық деп, біреуі ағаш кессе, екінші біреуі өрене тасиды. Сөйтіп олар әп-әдемі сүйкімді үлкен үйшік жасап алыпты. Барлығы содан бері аңдар бірге тату-тәтті тұрады екен. Жақсы, балалар, ертегі ұнады ма сендерге? Ертегіде қандай кейіпкерлер болды, маған айтып бересіңдер. Бірнеше рет көріңдер, аналарың айтып беріңдер және маған айтып бересіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Өлеңді жаттаймыз. Ертегіні айтып береміз. Келесі кездескенше сау болыңдар.